Сәлеметсіңдер ме балалар? Мына тұрған бестемше ойыны қазақ халқының ойындарының бірі. Яғни бұл бестемше ойынында 50 тас болады. Қарсылас бетте 25 тас, өз бетіңде 25 тас болады. Мына тұрған екі қазандық сендердің жинаған ұпайларыңды салып отырады. Ал енді балалар, мына тұрған тастарды жүре отырып, өзіне жұп болған тасты алып, мына қазандыққа саламыз. Және қарсылас бетте дәл солай сен құсап жүреді. Ол да жұп болған тасты ала отырып, мына қазандыққа 26-ға жеткізген кезде сол бала жеңімпаз болып табылады. Ал Кәнеки, Асылсан, сен жүре қойшы. Иә, жарайсың. Иә, алып, өз қазандығыңа сала қой. Қазандыққа сала қой. Тамаша. Әлижан, енді сен жүре қой. Қазандыққа әрқашанда бір тас тастап отырамыз. Еркем, біреу таста. Орнын біреу таста. Тағы да таста. Келесі бетке қарап жүр. Ал енді, алалы тасты, біткен тасты алып, өз қазандығыңа жинай қой. Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін қазақтың ұлттық ойыны қанталапа ойынымен таныстырамыз, иә балалар, иә? Қанталапа ойынын білесіңдер ма балалар? Кәнеки, олай болса мен қызыл асықты алайын. Бүк, тік, жатса, ол не болады екен, иә? Кәнеки, қызыл асықты мен ішіне, қожының ішіне салып араластырам. Сол кім алса, ойынды сол адам бірінші бастайды, иә балалар, иә? Кәнеки, олай болса, мен араластырам, иә, қожынды. Ортаға төгем енді балалар. Көріп алай. Апа, некі бал? Ой, жарайсың балалар. Кәнеки, олай болса, кімде көп асық екен, балалар? Әне, Айбарыста екен. Олай болса, балалар, қанталапа ойынын бастаймыз, олай болса, балалар. Кәнеки, ойын бастайықшы. Кәнеки, олай болса, Айбарыс атты енді Омар атады қанталапа ойын. Асықты құлатуымыз керек. Жарайсыңдар балалар. Кәнеки, мені құлатты. Енді Айбарыс ойнайшы. Әне, Айбарыс та құлатты. Омар сен де. Айбарыс та екеу, күнде екеу.